Ассалаумағалейкум, құрметті арнамыздың көрермендері. Бүгін біз сіздерді Жамбыл облысы Талас ауданына қарасты Майтөбе ауылымен таныстыратын боламыз. Бұл ауыл тарихы терең, болашағы жарқын мекен. Бүгін біз ауыл әкімімен және осы жерде ұзақ жылдар бойы ғұмыр кешкен ауыл тұрғындарынан сұхбат алып, ауылдың өткені мен бүгіні туралы сыр шертетін боламыз. Майтөбе ауылының батысында бір кездері сұрапыл шайқастардың куәсі болған қасиетті жер бар. Бұл Майдан төбе. Қазақ-жоңғар соғысы кезінде жоңғарлардың мықты әскери бекінісі осы жерде орналасқан еді. Алайда қазақ сарбаздары бір түнде тұтқиылдан шабуыл жасап, жауды ойсырата жеңіп, төбені қайтарып алды. Аңызға сүйенсек, шайқас кезінде жоңғарлар үлкен қазандарда май қайнатып жатқан. Қазақ қолының екпінді шабуылынан қазандар аударылып, ыстық май жерге төгілген. Осылайша бұл төбе Майдан төбе деген атауға ие болған. Қасиетті жер, қас батырлардың ізі қалған төбе, тарихтың үнсіз куәгері. Майдан төбе ерлік пен жеңістің белгісі. Міне біз қазір Майтөбе ауылының батыс жағында орналасқан Тараз-Қарабастау Қаратау тас жолының бойында орналасқан Майдан төбе атты төбенің үстіне шығып келе жатырмыз. Майтөбе ауылының Майтөбе, Майдан төбе аталуы осы төбеге тікелей байланысты. Көне көз ауыл қарияларының айтысына қарағанда, 1920 жылдары Ташкенттен арнайы археологиялық экспедиция жасырын түрде келіп, осы Майдан төбенің үстінде қазба жұмыстарын жүргізген екен. Ауыл қарияларының айтуынша, олар жер қойнауынан әртүрлі әскер саймандарын тапқан. Бірақ ең қызығы, сол табылған заттардың қайда кеткені, қай музейге қойылған белгісіз. Барлық табылған заттар үнсіз жоғалып кеткендей. Экспедиция өзімен бірге алып кетті ме, әлде бір тарихи құпия бар ма? Майдан төбе өз сырын аша ма жоқ па, бұл әлі жұмбақ. Егер осы құпияның кілтін тапқыңыз келсе, арнамызға лайк басып, пікірге өз ойыңызды қалдырыңыз. Өкінішке орай, бұл экспедицияны көрген тірі жандар қазірге жоқшылық. Біз бұны тек ауыл қарияларының айтуымен, олардың өз әке аталарынан естігендерінен айтуымен ғана білеміз. Бір кездері Майтөбе ауылының жүрегі болған алып техника тұрағы уақыттың үнсіз куәсі. Кеңес дәуірінде бұл жер қызу еңбектің ордасы еді. 100-ден астам трактор, комбайн, жүк көліктері совхоздың гүлденуі үшін күн-түн демей қызмет етті. Темір тұлпарлардың гүрілі, механизаторлардың қарбалас еңбегі, бұның бәрі өткен күннің жарқын сәттері. Бір кездері бұл жер ауылдың жүрегі еді. Гүлденген дәуірінде мұнда 100-ден астам тракторлар, комбайндар, жүк көліктер сап түзеп егіс алқабына асығатын. Әрбір техника еңбектің символы, ал әрбір жұмысшы елдің ертеңіне сенген жан еді. Бұл техника тұрағы маңдай тер мен қажырлы еңбектің ордасы болатын. Дала төсінде құлашын жайған егін, шексіз еңбекпен келген молшылық бәрі осы жерден бастау алатын. Кеңес өкіметі құлаған соң бұрынғы дүркіреп тұрған шаруашылық біртіндеп қаңырап бос қалды. Бір кездері еңбек еткендер үшін бұл жер болашақтың үміт отын жаққан болса, бүгінде ол тек естеліктер мекені. Тозған темірлер, қираған бокстар,
бір кездері ауылды асыраған қуатты техникалардың соңғы аялдамасы. Кезінде еңбек пен қозғалысқа толы бұл жер бүгінде ұмыт болған тарихтың үнсіз куәгеріне айналды. Уақыттың жел шайқап өткен бұл тұрақ тарихтың бір бөлшегі, Майтөбе тұрғындарының маңдай тер тамған қасиетті орын. Бірақ ол ұмытылмайды, себебі бұл жерде кезінде еңбекпен шыңдалған ауыл тұрғындарының тағдырлары баяндалған тарих жатыр. Міне мына жерде мен баяғыда бала кезімде Майтөбе совхозы отырған кезде осы гараждың ішінде, ол кезде бала кезде гараж деп айтатынбыз. Бір 200-ден аса техника болатын. Түрлі тракторлар, комбайндар, косинсоттар, ГАЗ-53, ЗИЛ секілді техника тұратын осы жерде. Мына жерден қарап отырсаңыз, мына аумағы ат шаптырым. Мына жерде үлкен бокстар болатын. Қазір төмен айтқан кезде бокс деп айтамыз ғой енді. Оның ішінде осы техниканы жөндейтін, әр жұмыс күннен кейін техникаларды күтіп, майын ауыстырып, моторын көріп, сондай цехтар болатын осы жерде. Тіпті бұл мен естуімше осы цехтардың ішінде қолдан кәдімгідей болт жасайтын цех болған дейді. Яғни біз ол кезде әлі бала болдық. Қазір енді бұл жердің бәрі бос жатыр. Кеңес үкіметі тараған соң бұл жердің бәрі жаңағыдай қараусыз қалғандықтан сатылып кетті көбісі. Гараждың қазіргі көрінісі осындай енді. Мына жердің бәрі толып тұратын техникаға. Мен бала кезімде, кеңес үкіметі кезінде ғой енді қазір. Ол кезде мен әрі 5-6 жасар баламын. Әкем де осы жерде жұмыс істеген кезінде. Сол, осы жердің жағдайы қазір осындай. Майтөбе ауылындағы ескі сиыр фермасы бір кездері Талас ауданының мақтанышы болған. Бүгінде уақыттың тозығына ұшырағандықтан қазір тек орны жатыр. Кеңес өкіметі тұсында салынған бұл ферма аудан бойынша бірегей мал шаруашылығы кешені еді. Мұнда сиыр өсіруге барлық жағдай жасалынып, жақын маңдағы сүт зауыттарына сапалы шикізат жеткізілген. Өз заманында ферма жұмысы жанданып, өңірдің экономикасына үлкен үлес қосты. Алайда кеңес өкіметі ыдырап, еліміз егемендік алған алғашқы қиын қыстау кезеңдерде бұл шаруашылықта тоқырауға ұшырады. Қаржылық тапшылық, материалдық дағдарыс салдарынан бұрынғы дүркіреген ферма біртіндеп жұмысын тоқтатып, бүгінде бос қаңырап қалған орынға айналды. Дегенмен, дәл қазір бұл жер мүлде қаңырап қалған жоқ. Жеке кәсіпкерлердің бірі ферманың шағын бөлігін сатып алып, жаңғырту жұмыстарын жүргізіп, қазіргі кезде өзінің жеке мал шаруашылығын дамытуда. Бұл ауыл шаруашылығының қайта жандауына деген үміттің оты. Мүмкін бір кездері бұл жер қайтадан мал шаруашылығының орталығына айналар. Өткен мен бүгіннің түйіскен нүктесінде тұрған бұл ферма ауылдың тарихы мен тағдырын бойына сіңірген үнсіз куәгер. Майтөбе ауылы тарихы тереңде жатқан, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан қасиетті мекен. Осы ауылдың өткені мен бүгінін жетік білетін, елге еңбегі сіңген ардақты жан Шекешев Үсен ағамыз. Ол техникалық білім беру саласында талай жастың жолын ашқан ұлағатты ұстаз. Ол ауыл мәдениетінің өркендеуіне өз үлесін қосқан жанашыр жан. Ол ауылдағы ақылман ақсақал, ауыл шежіресін жатқа білетін елдің ақылшысы. Үсен ағамыздың жүріп өткен жолы тек өз ұрпағына емес, тұтас ауылға өнеге. Оның айтқан әрбір сөзі, шерткен әрбір сыры біз үшін баға жетпес мұра.
Майтөбенің өткені мен бүгіні туралы білгіңіз келсе, біздің осы видеомызға назар аударыңыз. Майтөбе совхозы 1929 жылы құрылған. Қой совхозы деп. Ол кезде Жамбыл районына қарайтын. Кейін Жуалы алып қойды. Жуалдан кейін Талас алды. Өзі 3-4 ауданның Жуалы, Жамбыл, Талас ауданның өзі қақ ортасында орналасқан жері, Қаратаудың бауыры. Қой совхозы болған, 50 мыңдай қойы болған, мүйізді ірі қарасы да, жылқысы да, бір 30 шақты ілгеріде түйесі де болған. Түйені кейін ет өткізіп жіберіп, бұл таулы жерге болмайды екен деп, түйелердің бәрін өткізіп жіберген енді, етке. Содан кейін осы мүйізді ірі қараны көбейтті, Қаратау қаласы статус алып, қазба байлықтар шыққаннан кейін, мынау Илиш совхозын, Таластың, Тамды совхозын, Майтөбе совхозын, мүйізді ірі қараны көбейтесіңдер деп, сол екінші арғы Лелінпұттың жанындағы тұрған екінші ферманы түгелмен көшіріп, Майтөбенің шеткі жағына екінші фермаға бұл сөрге қоныстандырды. Автомат жаңағы баздар соғып, жаңа типтегі сөйтіп өркендеп келетқан уақытта егемендік алдық та, сонымен барлығы құлан таза әртүрлі жағдайлармен жаңа кетіп қалды ғой, малдардың бәрі. Қазір жаман емес, халық шабындығы да несі бәрі де жетеді. Ішкені таза су. Осыдан 2 жыл бұрын суды да әрбір үйге кіргізіп берген. Орталықта 500-ден астам үй тұрады, отбасы. Орысша айтқанда двор дейміз бе? 2200-де халық қалды. Халықтың жағдайын бұлай басқамен салыстырып қарайтын болсақ, кешке қарай малдың өрісінен жаңағы көл жағадан келген малды қарасақ, ауылдың етек жағында жандай сіресіп тұрған мал. Мүйізді ірі қарада, жылқыда, қой баласы да көп. 63 жылдан бастап мынау орталықта еді, құрылысы да ауылдың жоғары жағына шығарып, оның жағы конторасында бәрі несін құрылысын таспенен жаңағы үлкен қылып, биік қылып жаңағы соғып, гаражда керемет қылды. Одан кейін мынау жаңа техника 100-ден астам машина болды. Бір әр фермада кемде 25-тен кем болған жоқпын. 4 фермасы бар, Майтөбе совхозының 4 фермасы болды. Әр қайсының 25-тен кем емес тракторлары. Сол кезде білетіміз, емсізі 5 деген келді, кабинасыз. Одан кейін кабинаман келе бастады. Өзі Майтөбе совхозы егістігінің барлығы таудың үстінде болған кейін, сол ешкімнен жәрдем сұрамай-ақ, өздері жыртып, өздері егісін егіп, өткізетін, өкіметке өткізетін, астығын өткізіп, барлық планды орындап жататын. Совхоз бай совхоздың бірі еді. Мынау екінші ферманы көшіріп келгені өте жақсы болды совхозға. Кейін алыстағы фермаға дайыркелер жетіспей жататын, оқуға түсіме қалған балдардың барлығы әнерге барып, малын бағып, жаңағы бұзауханада жұмыс істеді, басқа жерінде грузчик болып та жұмыс істеді. Ферма келгелі халықтың бәріне жұмыс табылды да керемет болды өзі. Бұны жаңағы
Пішаев Жидеш деген көкеміз бар еді. Осы фермада бұрын сельсоветтің председателі болып істеді. Кейіннен жаңағы осы ферманы көшіргізіп әкелген сенсің. Сен енді осыны басқар деп, Айжолов деген, Төлебай деген ол кісі совхоздың директор болды. Қуатбеков парторг болды. Ол сельсоветтен ол кісіні апарды да екінші ферманың управляющий қылды ғой. Сол екіншіні басқарып тұрды. Өте жақсы жұмыс істеді. Сөйтіп, төмен жақтағы тегістіктің бәрін жаңағы жоңышқалықтарда қартайды деп, оның бәрін бұзғызып тастап, сол жердің бәрін жаңағы жүгері егіп, қанша жерге силостың арқасында сүт мол беріліп, өтті керемет болды. Осы тірліктердің бәрін қазір бала кезімізде біз сезбейді екенбіз. Кейін ескіргеннен кейін қазір ойланып қарасаң, сол кезде халыққа жұмыс табылып жатыр. Бір, екінші сүтті планды орындамасың. Екі, ол ненің арқасы? Сол силы жүгерінің арқасы. Жүгерінің арқасында силус екі үлкен яма болатын, кейін оғанда симағаны кейін жанынан тағы қазып, міне енді Майтөбе совхозына барлық жағдайды жасап, орталықта жаңағы мешіті де, медресесі де, медпункті де, барлығы керемет, бәрі жаңағы поштасы да бәрі біткен. Кешке жарықпенен Майтөбе жарқырап тұрады. Енді осыдан 3 жыл бұрын 100 метрден скважина қазып, сол 100 метрден таза суын ішіп жатыр халық. Барлық үйге кіргізіп берген. Көшенің бәрінде жаңағы үйге кіргізіп беріп нәп қойған. Енді елдің бәрі оған қосымша фильтр орнатып жатыр. Міне, енді Құда қаласа осы мына 2024 жылы сынау неден Қаратау шаһарынан Қотырбұлақ арқылы, мына Қожағапар елді мекені арқылы Берғай Майтөбеге тікелеп қазып жаңағы трубасын бәрін дайындап қойды. Енді сол газ келсе Майтөбесіне өкен болды. Бәрі жеткілікті. Су шайып кететін жер емес, таудың етегі, үлкен трассаның бойында Жаңатас, мына жағымызда Қаратау шаһары бар. Мына орталықта облыс орталығы 75 шақырым жерде. Күндіз түні ол транспорт жүріп жатыр, жағдай жаман емес. Мынау енді суды, газды, енді Құда қаласа осы келесі газ орнатылып болғаннан кейін артынша Майтөбе совхозының барлық өзі 10 көше бар. Сол 10 көшенің қазір 4-еуі асфальтталынған. Қалған көшелердің бәрін түгел асфальттап береміз деп отыр. Енді мына егемендік алғаннан кейін қазір енді еліміз бойынша халық сайлап жатыр ғой, ауылдық әкімдерді. Ербол Исмайловты, жас жігітті, осы бұрыннан осы неде контор жақта істеп жүр. Оң қол сол қолын таниды. Мына деп неғана екен халық сайлап алғамыз сол баланы. Қазір мінеки ауылдағы свет бізде Берқара деген желіміз бар қатты. Сол бұларды қисайтып, линияны үзіп, бүтсін шығарып жататын. Қазір барлық көшеге жаңағы железді бетонный цемент столбылардан қойғызып, оның бәрі жаңағы бұрын алюмин сым желілердің бәрін алдығызып тастап, кабель тартқызған. Қазір о трассаға дейін көше деді, светтер жанып тұр, жарқырап.
Енді жастар қолға неғып жатыр, алып жатыр. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсылық бір Алладан болсын. Аумин. Жастарымыз басқара берсін. Біз осы сапарымыздың барысында сол Майтөбе ауылында ұлттық ойынымыз көкпар додасы өтіп жатқанын естідік. Уақыттың тығыздығына қарамастан біз осы Майтөбе ауылында өтіп жатқан көкпар ойынын қысқа бейне түрінде дронға түсіріп сіздерге ұсынуды жөн көрдік. Көкпар тек тартысты ойын ғана емес, қазақтың рухани мұрасын жаңғыртатын ұлы дәстүр екені баршаңызға мәлім. Жігеріңді жанитын сәттер, көз ілеспес шапшаңдық, айла мен қайрат. Майтөбедегі көкпар тек ойынға емес, бұл рухани мұра, ата-бабамыздан келе жатқан тарихи келе жатқан ойын және командалық бірлік. Тұлпарлар шапқан сайын жүрек дүрсілі жиілеп, жанкүйерлердің рухы аспандап, көкпаршылардың шеберлігі таңғалдыра түсетіні анық. Мұндай сайыстар біздің ұлттық болмысымызды айқындап, рухымызды жаңғыртатыны сөзсіз. Осы дүбірлі доданы ұйымдастыруға ұйытқы болған ауылдың белсенді азаматы Махамбетов Азамат. Ол тек көкпарды ұйымдастырып қана қоймай, нағыз қазақы салт дәстүрді дәріптеуге үлкен үлес қосып келеді. Азаматтың ұйымдастырушылық қабілеті мен жанкешті еңбегінің арқасында бұл дода Майтөбе ауылында жоғары деңгейде өтуде. Оған біз осы сапарымызда көз жеткіздік. Біз осы сапарымызда уақыттың тығыздығына байланысты көкпаршыларға сәттілік тілеп, Майтөбе ауылына тартылып жатқан газ құбыры жүріп жатқан аумақты көруге аттандық. Біз алдын ала ауыл әкімі Ербол бауырымызға хабарласқандығымызда, ол қазіргі кезде жылдағы кезекті еңбек демалысында екендігіне қарамастан, газ құбыры тартылып жатқан аумақта екендігін айтып, бізге сұхбат беруге келісті. Ал біз мынау Қожағаппар ауылының тұсында Майтөбе ауылына тартылып жатқан газ құбырының құрылысының үстіне келдік. Осы жерден біз Майтөбе ауылының әкімі Ербол бауырымызды, яғни қазіргі уақытта еңбек демалысында жүргеніне қарамастан, осы құрылыс барысында жүрген жерінен таптық. Қазіргі уақытта сол Ербол бауырымыздан кішкене интервью алсақ деген ойымыз бар. Ал Ербол, мына көріп отырық, жақсы жаңалық, Майтөбе ауылының тартылып жатқан газ құбыры туралы өзіміз көріп отырық. Осы туралы не айтасың? Енді ауылдық округ бойынша тоқталып өтетін болсам, екі елді мекен бар: Қожағаппар, Майтөбе ауылы, сонымен қатар үш қыстағымыз бар: Тұрлыбай, Үштөбе, Атабай қыстақтары. Жалпы халық саны бізде 2252 тұрақтаған. Енді біздегі халықтың ең көптен бері сұралып жүрген мәселе осы газдандыру жүйесі етін. Газдандыру 2024 жылы бастау алған Ақбарстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жеңімпаз болып анықталып, республикалық бюджеттен 1 миллиард қаражат, 2 миллиард 100 миллион теңге қаражат бөлінген. Жұмыс өтпелі кезеңмен өтіп жатыр. Яғни қазір Қожағаппар ауылының тұсына келіп қалды. Алдағы мамыр айына дейін келісімшартқа негізінде боксер жұмысын толығымен аяқтап береді. Яғни ішкі кварталды қосымша осы екі проектпен бірге алып жүреді ғой. Алдағы уақытта жыл аяғына дейін көгілдір отын жағамыз деген ниеттеміз. Енді қысқаша атқарылған жұмыс бойынша тоқталып өтетін болсақ, ауылдан кіреберістен пожарный пост, яғни өрт сөндіру бекеті жаңа ғимарат бой көтерді. Қазір 7 жасақ жұмыс жасап жатыр. Алдағы уақытта
өрт сөндіру бекеті болып пост ашылайын деп жатыр. Бұл енді алдағы бір наурыз айында. Сонымен қатар ауылымыздың ішінде 75 орындық балабақша жеке серіктестікпен соғылып жатыр. Қазір құрылыс нысанының бір 70% бітті. Тоже алдағы уақытта ашылу салтанаты болады деп күтілуде. Сонымен қатар бізде 2024-пен 4 көшеміз толығымен күрделі асфальт төселіп өтті. Атап айтатын болсақ, Сәуірбаев көшесі, Мартай Сүлейменов көшесі, Пирулық Бейбітшілік және де Тұрар Рысқұлов көшесі. Биыл енді газдандыру жүйесі толығымен кіріп бітсе, алдағы қалатын бізде енді 7 көшеміз қалып отыр ғой, толығымен 2026-мен бітіреміз деген ойдамыз. Толығымен құжат қазір рәсімделіп, бюджеттік өтінім аудандық экономика бөліміне өткізілген. Сонымен қатар бізде инвест программа мен ауылдың толық Майтөбе ауылында уличное освещение, сонымен қатар бағаналар толығымен ауысты. Бүгінгі қазір 2 көшеде жарық қамтылған, алдағы уақытта осы жұмыстарда толығымен аяқталады. Көріп отқанымызда жақсы жаңалықтар көп екен. Сосын жай естіп отқаным, қазіргі мал шаруашылығы жөнінде, субсидия жөнінде не айтасың? Енді ауылдық округ бойынша 2,5%-бен ауыл аманаты бағдарламасы енгізілген. 2024-нің қорытындысымен 167 біз өтінім бергенбіз, бірақ 122-сі қолдау тапты. Яғни халықтың 122 тұрғыны 2,5%-бен несие алды. Атап айтатын болсақ, бұл жерде мүйіздір қара 128 бас, жылқы 490 бас, және де уақмал бізде 2000 үстінде уақмал кірді. Осыны бағытта жұмыстар жүріп жатыр. Одан бөлек бізде кәсіпкерлік бағытында қазір 3 бағыт бойынша құжаттар өткізіп отырмыз. Яғни ауылымызға наубайхана, сонымен қатар бізде сварочный цех дейміз ғой. Бізде дәнекерлеу цехына ауылымыз азаматы құжаттарын ұсынып жатыр. Ал Ербол, ауылда болып жатқан жақсы жаңалықтарды естіп жатырық. Енді Алла қаласа, осы жаңа газ құбырының ауылға жетіп, ауыл тұрғындарының игілігін жарайтынына сенеміз. Сен сияқты азаматтар тұрған кезде ауылдың да болашақ жақын болатынына сенемін. Рахмет саған, жұмысыңа табыс тілеймін. Жақсы, рахмет сізге. Ашылу салтанатына жолығамыз. Бүгінгі видеоблогымызды қорытындылай кетсек, Майтөбе ауылы күн сайын көркейіп, жаңарып келеді. Ауылға таза су құбыры тартылып, ауыл көшелері жаңарып, асфальтталып жатыр. Көшелерді жарықтандыру мен электр желілерін жаңарту жұмыстары ауыл тұрғындарының өмір сапасын арттыруда. Мемлекеттің қолдауымен мал шаруашылығын дамытуға бөлінген субсидиялар ауыл тұрғындарына өз жеке шаруашылықтарын дамытуға өзіндік үлес қосып жатқаны сөзсіз. Осы игі істердің бас қасында жүрген ауыл әкімі Смайылов Ербол мен ауыл азаматтарының еңбегі зор. Бірлік пен жанашырлықтың арқасында Майтөбе жаңа деңгейге көтерілуде, және алдағы уақытта ауылдың болашағы жарқын болатынына біз кәміл сенеміз. Біздің тілегіміз Майтөбе болашағы жарқын, дамыған ауыл бола берсін. Осымен біздің бүгінгі Майтөбе ауылы туралы шағын бейне блогымыз аяқталды. Құрметті арнамыздың көрермендері, арнамызға тіркеліп, лайк басып, жылы пікір жазып, арнамыздың сілтемесімен басқа әлеуметтік желілерде бөлісе жүріңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Тек келесі кездескенше Алла амандығын берсін дейміз.